Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ауызда еритін, өте дәмді, үлпілдек, сондай керемет дәмді сүзбелі пирог дайындаймыз. Мұндай рецепттер менің каналымда өте көп. Сол себептен де менің каналыма дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бірден дайындауға кірісек, мен қажет ингредиенттердің мөлшерін барлығын төменге описанияға жазып қоямын. Бізге қамырына қажет заттар: сары май, салқын болу керек, қант, мен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып алдым. Мына жерде менде 4 жұмыртқаның сары уызы тұр. Қопсытқыш және де ұн қажет. Мына жерде бізде салмасына сүзбе қажет, құрғақ сүзбе қажет, қант және де 1 жұмыртқа қажет. Сонымен қатар соңында біз безе дайындаймыз. Оның құрамында мен барлығын төменге жазып қоямын. Ал достар, енді біз пирогымызды қамырын жасап бастаймыз. Ең алдымен ыдысқа ұнды електен өткізіп саламыз. Ұнды електен өткізу не үшін маңызды десеңіздер, бұл біздің пирогымыздың біріншіден жұмсақ болып, және де жақсы көтерілуі үшін өте үлкен рөл ойнайды. Сол себептен де електен өткізсеңіздер өте жақсы болады. Енді осы ұнға біз салқын сары майды, менде сары май мұздатқыштан шыққан, сол сары майды алып, біз осылай аунатамыз ұнға, және де үкіштің үлкен бөлігінен алып өткіземіз. Біз қазір песочный қамыр жасап жатырмыз, үгітілмелі қамыр. Сол себептен осылай салқын маймен жасалады. Қараңыздар, мына май үкіштен өткізілген соң, осылай онымен араластырып жіберіңіздер, өйткені бір-біріне жабысып, май жаңағы біркелкі болмай қалады біздің қамырымыз. Сол себептен де осылай шыққан майды онымен араластырамыз. Барлығын осылай өткізіп шығамыз. Достар, мінекей біз барлығын осылай араластырып алдық. Енді осыған қопсытқыш саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді мына жұмыртқаның үстіне қантты саламыз. Осының ішінде араластырып алыңыздар. Одан соң осы біздің ыдысымызға саламыз. Бізде қант осы жұмыртқаның ішінде еруі керек. Сол себептен бірінші екеуін араластырып алдық. Енді ақырындап осында құямыз. Достар, енді араластырып біз қамырымызды илейміз. Достар, мінекей бізде осындай қамыр шықты. Енді таза целлофанды алып, қамырымызды осыған саламыз. Бізде қамыр мұздатқышта шамамен 20 минуттай тұру керек. Өзі осы қамыр біркелкі болып, жақсы жайылу үшін осылай мұздатқышқа қоямыз. Достар, біз тоңазытқышқа қамырды салып қойдық. Әзірше салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбе қажет. Менде сүзбе өзі осындай қатты түйіршіктелген. Сол себептен де мен оны блендермен езіп аламын. Ал егер сіздерде сондай құрғақ, сондай нәзік, өте жіңішке сондай творог болса, сүзбе болса, онда оны блендермен езбей-ақ жай ғана шанышқымен араластырсаңыздар болады. Осының үстіне жұмыртқаны саламыз, және де қантты саламыз. Барлығын жақсылап блендермен езіп шығамын. Мінекей достар, бізде осындай біркелкі масса шығуы тиіс. Достар, қамырымызды енді мұздатқыштан шығарамыз. Қазір оны формаға саламыз. Менде қазір мына жерде форма, квадратты форма. Сіздер дөңгелек форманы пайдалансаңыздар болады. Диаметрі 20-22 сантиметр болатын форманы пайдалануға болады. Немесе 24 сантиметр болатын сондай форманы да пайдалансаңыздар болады. Менде мына жерде квадраттың сантиметрі, көлемі 20. Барлық жағы 20. Астына фольга салып қойдым. Енді осы қамырды алып, қазір біз осы қамырды жақсылап орналастырамыз. Мына жерде жандарын жасау үшін кішкентай бөлігін алып қаламын. Қалған бөліктерін
осыған салып шығамын. Достар, мінеки біз барлығын осылай жақсылап орналастырдық қамырдың барлығын. Енді осының ішіне біздің сүзбелі салмамызды салып, және де 180 градуста пешті қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пешке салып 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Әзірше меренганы дайындап бастаймыз. Бізге ол үшін 4 жұмыртқаның ақуызы және де қант қажет. Осы екеуін араластырып, міне осындай венчикпен, миксермен араластырсаңыздар болады, немесе осындай стационарный миксерде араластырсаңыздар болады. Ең алдымен осыған ыдыстың барлығына жұмыртқаның ақуызын саламыз. Кішкене шым-шым ғана тұз саламыз. Шым-шым тұз салып, араластырып бастаймыз. Ең алдымен осы миксердің жай жылдамдығынан бастаймыз. Аппақ болып көтеріле бастаған кезде аз-аздан қант саламыз. Мінеки достар, меренга осындай болып шығуы керек. Қараңыздар, өзінің формасын өте жақсы ұстайды. Ақпауы керек, кәдімгідей формасын өте жақсы ұстауы керек. Бізде меренга дайын деген сөз. Енді осыны кондитерлік қапшыққа салып, дайындап қоямыз. Өйткені қазір біз оны пирогтың үстіне әдемі қылып саламыз. Бізде осындай, менде осындай насадка бар. 333 номері гүл насадкасы. Вот сол насадканы мен кондитерлік қапшыққа салып қойдым. Енді осы меренганы саламыз. Біздің формамызды пештен шығарамыз. Осындай болып пісті, шала болып пісті. Енді осының үстіне жаңағы біздің дайындаған меренганы алып, әдемі қылып салып шығамыз. Достар, осыны енді тағы да 15 минутқа саламыз. Пешті өшірмеңіздер, жаңағы сол 180 градуста қызып тұрған пешке 15 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки достар, бізде пирог осындай болып шықты. Бізде безе 2 есе көтерілді. Бірақ қазір кішкене суыған соң кішкене басылады. Толықтай суысын, одан соң барып кесіп жей беруге болады. Мінеки достар, пирогымыз осындай болды. Кішкене суыған соң мен формадан босаттым. Тағы да кішкене суытуға уақыт беріңіздер. Енді жайлап кесіп, пирогтың дәмін көрейік. Пирог өте жұмсақ болып кесіледі. Қамыры да өте нәзік. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кәдімгідей ауызда еритін, әрбір адамды өзіне ғашық қалатын пирог. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған
Гүлжаннат. Осы YouTube каналдан